Қызыл бұрыштан жасалған 5 жылға дейін сақтауға болатын ащы приправа дайындайтын боламыз. Достар, каналыма тіркеліп лайк баса отырыңыздар. Алдағы уақытта тұздалған капустаны осы приправаны пайдалана отырып жасайтын боламыз. Кеттік достар. Қызыл бұрышымызды жақсылап жуып аламыз да ет тартқыштан тартамыз. Ет тартқыштан тартып болғаннан кейін үлкенде отызға салған дұрыс. Тұз қосып, әбден араластырып, бір күнге салқын жерге қойып қоямыз. Салқын жерге қою себебіміз ертең ыдысымызға құйған кезде бұл атылып кетпес үшін әбден тынықтырып қойып аламыз. Мен осылай босаған коланың ыдысына воронкамен құйып шықтым. Достар, бұл приправаның бір жақсы жері жылдап морозильникте жата береді ғой. Давайте, достар, дайындап көріңіздер. Менің тұздалған капустамды күтіңіздер. Каналыма лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.